болып жатыр, я? Қалай ойлайсыңдар? Иә, қаншама жерді көрдік, қаншама адамдармен таныстық. Зейініміз ашылып, білім жинадық, саяхатымыз пайдалы болды. Міне балақайлар, Жалағашқа келдіңдер. Ары қарай өздерің барасыңдар. Рахмет аға, жолыңыз болсын. Сау болыңдар балақайлар. Мұнда көп адам жиналып қалыпты ғой. Бұл мәдениет үйі ғой. Бірдеңе өткел жатқан болуы керек. Сұрап көрейік. Саламатсыздар ма? Бұл жерде жиналыс болып жатыр ма? Амансыңдар ма балалар? Біз мұнда еңбек полисін бөліп жатырмыз. Өздерің кімсіңдер? Біз еңбек кілтін іздеп келіп едік. Сіздерге көмектесейік ендеше. Жоқ, әуелі Жалағаш ауданының тарихымен танысып алыңдар. Жалағаш ауданы 1939 жылы 17 қазан күні құрылған. Ауданның жер көлемі 27156 шаршы километр. Ауданда 17 елді мекен бар. Жалағаштан Бұқарбай батыр, Есет батыр, Сәрке батыр, Келменбет батыр, Беркінбай қалпе, Мырзабай ақын, Мәмбет әуле, Түмен тәуіпі, мемлекеттік қайраткер Темірбек Жүргенов, еңбек ерлері Айнаш Балғабаева, Мөрәлі Шәменов, Исатай Әбдікәрімов, Әпрезов Несіпбай, Бейсенов Алдаберген, Елеусінов Тұршабек, Еспанов Ұзақ, Жүсіпова Қазына, Жолмырзаев Ысқақ, әнші Батырхан Шөкенов, Құдайберген Бекшев, Елена Әбдіқалықова, ақын Мұхтар Ниязов, ғалым Шахмардан Байділдаев, актер Ғани Құлжанов, атақты дәрігер Болатбек Баймаханов, тағы басқа тұлғалар шыққан. Міне балалар, Жалағаш деген құтты мекен осындай. Енді көмектесулеріңе болады. Біз егін оруға барамыз ба? Күрішті қалай орамыз? Комбайнмен әрине. Бұрын комбайнға отырып көрдіңдер ме? Жоқ. Ендеше отырып көріңдер. Қиын емес, үйреніп кетесіңдер. Ал кеттік ендеше. Іске сәт. Көз қорқақ, қол батыр деген. Жаңа ғана қолымыздан келер мекен деп тұр едік. Иә, дұрыс айтасың. Еңбек бәрін жеңбек. Достар, анау жарқырап жатқан не екен, а? Шынында қатты жарқырап тұр. Жүріңдер, барып көрейік. Хат келді. Өздерің еңбек қор екенсіңдер, жарайсыңдар. Бұл кедергіден де өттіңдер. Жолдарың болсын. Ендігі аялдама Қармақшы ауданы болады. Жарайды, меніңше Қармақшы жақын жерде. Жүріңдер, атамен қоштасып кетейік. Осы атаға таң қаламын. Бір тыным таппайды. Қашан көрсең бірдеңемен айналып жүреді. Ата, шаршаған жоқсыз ба? Иә, бір тыным таппайсыз ғой. Берекеттің бәрі еңбекте ғой балапандарым. Еңбекті сүйіңдер. Ол сендерді құрметке жеткізеді. Ер жігітке 8 қырлы, бір сырлы болған жарасады. Рахмет ата, түсінікті. Біз сізбен қоштасқалы келдік. Қармақшыға кетіп бара жатырмыз. Жолдарың болсын. Қармақшы деген тиіп тұр ғой бізге. Жүріңдер, трактормен апарып тастайын сендерді.